Біз намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, сонымен қоса отбасымызды асырау үшін еңбек етеміз. Бұның барлығы құлшылық деп есептеледі Алла тағала. Алла еңбекқор адамды жақсы көреді. Еңбек еткен адамды, талпынып тырысқан адамды жақсы көреді. Пайғамбарымыз бірде көп еңбек еткеннен қолдарының түгелі кәдімгідей бүйтіп қап-қатты болып қалған сондай адамды көргенде соның қолынан сүйген құрмет жасап, Алла және оның пайғамбары мұндай еңбекқор адамды жақсы көреді деп жаңағындай сөйтіп айтқан. Күндіз күні бойы жұмыс істеп, шаршап келіп ұйықтаған адам түнде түні бойы намаз оқыған сияқты, күндіз күні бойы ораза ұстаған сияқты сауабын алады Алланың алдында деп айтқан. Қандай үлкен құрмет. Пайғамбарымыздың өзі, мысалы, сахабалармен сапарға барған кезде бір адамдар қой сойып жатты, бір адамдар от жағайын деп жатты. Мен онда барып отын жинайын деп пайғамбарымыз, жоқ, Алланың елшісі, сіз отыра берсеңізші деп, бәрі енді жақсы көреді ғой. Жоқ, ондайды Алла ұнатпайды деп, ол кісі де бірге көмектескен. Мешітті салған кезде өзі бірге кірпіш жасаған. Еш уақытта пайғамбарымыз бос отырмаған. Бір адам бір күні жаңағы елдерден көмек сұрап жүргенін көрді, содан кейін айтады: сен неге үйтіп жүрсің, үйіңде не бар деп сөйтіп сұрайды. Содан кейін осындай ғана бір заттарым бар еді деп айтты. Кілемше, бір ыдыс, сонысын алғызып алады да айтады: мынаны кім алады осынша ақшаға деп сөйтіп оны сатады. Сөйтеді де сатып, мынаған үйіңе тамақ алып бар, мынаған бір жіппен балта сатып ал деп сөйтіп айтады. Содан тауға бар дейді. Белгілі ғой, тауға барып отын әкеп, отын сатып, сөйтіп күніңді көр, еңбек ет дегені ғой. Біраз күннен кейін әлгі кісінің жаңағындай жағдайы мүлдем басқа. Қалай болып жатыр деп сұраған кезде, алдыңға қарағанда өте жақсы болып қалды, жағдайымыз дұрысталып қалды деп сөйтіп қуанып, көркем мінезді адамның ырыздық несібесі мол болады дейді. Бір адам мықты шебер болуы мүмкін, бірақ түсінігі дұрыс емес, мінезі дұрыс емес болса, ол Ахмет Байтұрсын атамыз айтқанындай, қоғамға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың дейді ғой жаңа. Сол сияқты дұрыс түсінік, дұрыс көркем мінез ол бәріне қымбат.